Сәлем құрметті оқушылар, сіздермен бүгін 3-ші сыныптың 123-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Бірінші есеп. Сәйкес келетін сандарды таңдап ал, суреттегі жазушылардың шығармалары мен кейіпкерлерін ата. Бұл жерде Николай Носовтың, Алан Мейленнің, Астрид Лингреннің суреттері көрсетілген. Және де олардың жазған шығармаларының кейіпкерлері де көрсетілген. Қазір осы жердегі бос ұяшықтарды анықтап, сол кейіпкерлермен бірге сәйкестендіретін боламыз. Мысалға, бірінші 680 деген жауаптың шығуы үшін мен 540-қа бір санды қосу керекпін. Мен 140 деген санды қоссам 680 шығатынын білемін. Олай болса, 140-ты қосамын, ал 140 деген жауап бізде мына жерде тым білместің суретінде көрсетіліп тұр. Енді екінші, 620-ға мен 60-ты қоссам 680 шығады. Ал бұл 60 деген жауап мына қара костюм киген бір баланың кейіпкерінде тұр. Келесі, 930 деген жауапты шығару керекпін. Ол үшін 30-ға мен 31-ді көбейту керекпін. Ал бізде 31 деген жауап мына жердегі аюды көрсетіп тұр. Енді келесі 10-ды көбейту керекпін. Мен 93-ке 10-ды көбейтсем 930 шығады. Ал бізде 93 деген жауап мына жердегі қоянда тұр. Енді келесі. Бұл жерде 230 деген жауап шығуы керек. Ол үшін мен 150-ге 80-ді қосу керекпін. 80 деген жауап мына жердегі сары шашты бір кейіпкерде тұр екен. Келесі. 70-ке мен 160-ты қосамын. 160-ты қосатын болсам 230 шығады. Бұл жерде де мына жердегі бір баланың суреті болып тұр. Олай болса, Николай Носовтың шығармалары бұл 680-ді берген жауаптарға байланысты болады. Николай Носовтың шығармалары олай болса, бұл жердегі жауаптарды сәйкестендірейік. Мысалға, олай болса, бұл жердегі жауаптарды сәйкестендірейік. Николай Носовтың шығармаларындағы кейіпкерлер бұл 680 деген жауаптағы кейіпкерлер. Яғни, тым білмес пен білгір. Енді Алан Мейленнің шығармаларына байланысты ол 930 деген жауапты білдіруі керек. Олай болса, ол Винни Пух пен, яғни Винни үрпек және қоян. Енді Астрид Лингреннің шығармаларындағы кейіпкерлер. Ол 230 деген жауапты қамтуы керек. Карлтон мен балақай. Келесі екінші есепте 244 сантиметрді 4-ке бөлемін, 61 сантиметр болады. Келесі 135 килограммды 5-ке көбейтемін, 675 килограмм болады. Келесі 2 метр 48 сантиметр. Бұл дегеніміз 248 сантиметр деген сөз, оны 4-ке бөлсек 62 сантиметр болады. Келесі 568 дециметрді 4-ке бөлеміз, 142 дециметр болады. Келесі 800 килограммды 5-ке бөлеміз, 160 килограмм болады. Келесі 126 центнерді 2-ке бөлеміз, 63 центнер болады. 721 метрді 7-ке бөлетін болсақ, 103 метр болады. 918 сантиметрді 2-ке бөлсек, 459 сантиметр болады. Келесі 53 сантиметр 4 миллиметр дегеніміз бұл 534 миллиметр деген сөз. Олай болса, оны 3-ке бөлетін болсақ, 178 миллиметр болады. Келесі 3-ші есеп теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуде 128-ге 5-ті көбейтіп аламыз. Сонда 988 азайту С, 128-ді 5-ке көбейтсем 640 болады. Осы жерден С-ны анықтаймыз. Ол үшін 988-ден 640-ты азайтамын. Сонда С тең болады 348. Енді орнына қойып тексереміз. 988-ден
азайтамын с-ны. С-ның орнына 348-ді қоямын. Сонда тең 128 көбейту 5 болады. Теңдеудің екі жағы да 640 тең болады 640-қа. Келесі теңдеуде бірінші бөлуді орындаймыз. Сонда 1000-нан азайтамын а-ны тең болады 630-ды 2-ге бөлсем 315 болады. Осы жерден а-ны анықтау керек. Ол үшін 1000-нан азайтамын 315-ті. Сонда а тең болады 685-ге. Енді орнына қойып тексереміз. 1000-нан азайтамын 685-ті. Сонда 630-ды бөлеміз 2-ге. Теңдеудің екі жағы да 315 тең болады 315-ге. Келесі төртінші есеп есептерді шығар. А есебі Карлсонның үйінде 240 құты тосап бар. Оның 5-тен бірі құлпынайдан, 2-ден бірі қара өріктен, ал қалғаны шиеден қайнатылған. Карлсонда қанша құты шие тосабы бар? Құлпынай 5-тен бірі дейді. Яғни 240-ты 5-ке бөліп, соның бір бөлігін аламыз деген сөз. Олай болса, 240-ты 5-ке бөлеміз. Сонда бір бөлігі шығады, е? Бір бөлігі 48 тосап құлпынайдан жасалған. Енді қара өріктен жасалған тосаптың санын анықтаймыз. Ол үшін 2-ден бірін анықтау керек. Яғни 240-ты 2-ге бөлеміз де соның біреуін аламыз. Сонда 120 қара өріктен жасалған тосап бар екен. Енді шиеден жасалған қанша тосап бар екендігін анықтау үшін барлығынан, яғни 240-тан құлпынай мен қара өріктің қосындысын алып тастаймыз. 48-ге 120-ны қосамыз. Сонда 240-тан азайтамын 168-ті. Шиеден жасалған 72 тосап бар екен. Жауабы 72 шие. Келесі ә есебі сенбі күні Винни Үрпек 16 килограмм балы жинады. Бұл оның бір апта ішінде жинаған балының 4-тен 1 бөлігі. Винни Үрпек бір аптада барлығы қанша литр бал жинаған? 16 килограмм дегеніміз бұл 4-тен 1 бөлігі. Яғни Винни Үрпек 16 килограммдықтан 4-еу жинаған. 1, 2, 3, 4. Оның әр қайсысы 16 килограммнан. Олай болса біз 16-ны 4-ке көбейтеміз. Сонда барлық бөлігі шығады 64 килограмм. Жауабы бір аптада барлығы 64 килограмм бал жинаған. Келесі 5-ші есеп кесте бойынша өрнектер құрастыр және жаз. Олардың мәнін тап. А есебінде қосылғыш, қосындының мәнін табу керек. Олай болса, 402 көбейту 2 дегеніміз бұл бірінші қосылғыш. Оған қосамын екінші қосылғышты, яғни 160-ты. Тең болады. 402-ні 2-ге көбейтсем 804 болады. Оған қосамын 160-ты. Сонда тең болады 964. Келесі 78 көбейту 0. Оған қосамын 505-ті 5-ке бөлемін. 78-ге 0-ді көбейтсем 0 болады. 505-ті 5-ке бөлсем 101 болады. Екеуін қосатын болсам 101 болады. Келесі 890-ға қосамын. 560-ты 70-ке бөлемін. Бұл жерде бір 0-нен қысқартамыз, сонда 56-ны 7-ге бөлемін. Олай болса 890-ға 8-ді қосамын. Сонда тең 898 болады.
Келесі 86 бөлінген 1. Оған қосамын 45 бөлінген 3-ті. 86-ны 1-ге бөлсем 86, оған қосамын 45-ті 3-ге бөлсем 15 болады. Екеуін қосатын болсам 101 болады. Келесі ә есебі, бұл жерде азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Азайғышта 860 тұр, азайтамыз, азайтқыш 96-ны бөлемін 48-ге. Сонда айырманың мәні шығуы керек. 860-тан азайтамын, 96-ны 48-ге бөлсем 2 болады. Сонда 860-тан 2-ні азайтамын, 858 болады. Келесі. 2-ге көбейтемін 204-ті. Одан азайтамын 301-ді. 2-ге 204-ті көбейтсем 408 болады. 408-ден азайтамын 301-ді. Сонда тең болады 107. Келесі 800-ді 4-ге бөлемін. Және одан азайтамын 9-ды 11-ге көбейтемін. 800-ді 4-ге бөлсем 200 болады. Одан азайтамын 9-ды 11-ге көбейтсем 99 болады. Екеуін азайтсам 101 болады. Келесі 54-ті көбейтемін 1-ге, одан азайтамын 78-ді бөлемін 78-ге. Сонда 54-ті 1-ге көбейтсем 54 болады. 78-ді 78-ге бөлсем 1 болады. 54-тен 1-ді азайтамын, сонда 53 болады. Келесі 6-шы есеп, тым білмеске өрнектер бойынша есеп құрастыруға көмектес. А есебінде 45-ке 25 қосқанда оны 3-ке көбейткен. Осыған байланысты есеп құрастыру керекпіз. Бұл жерде құрастыруға байланысты, яғни ойыншықты білесіздер ғой, соған байланысты есептерді жазамын. Мысалыға, көк түсті құрастырғыштардан 45-тен 3 қорап бар. Ал ақ түстісінен 25-тен 3 қорап бар. Барлығы қанша дана құрастырғыш бар. Ол үшін жаңағы А есепке байланысты 45-ке 25 қосып аламын да, оны 3-ке көбейтемін. Сонда бірінші амал бізде қосу амалы. 45-ті 25-ке қосып аламын, тең 70 болады. Ал екінші амал көбейту. Осы шыққан 70-ті 3-ке көбейтемін, сонда барлығы 210 құрастырғыш болады. 210 дана болады жауабы. Келесі ә есебінде есептің шартын құрастырайық. Қызыл түсті құрастырғыштан барлығы 450 дана бар, ал жасыл түстісінен 250 дана бар. Оларды біріктіріп 5 қорапқа бөлді. Бір қорапқа қаншаудан тиді. Яғни бұл жерде ә есебі бойынша 450-ге 250-ді қосып аламыз. Яғни қызыл түс пен жасыл түсті қосып аламыз. Оны 5 қорапқа бөліп тастаймыз. Сонда бірінші амал қосуды орындаймыз. 450-ге қосамын 250-ді, 700 болады. Оны 5-ке бөлемін. Сонда бір қорапқа 140 данадан тиеді. Жауабы 140 дана. Келесі Б есебі. Есептің шарты бойынша сары түсті құрастырғыштан 85 дана бар, көк түсті құрастырғыштан 25 дана бар. Олардың барлығының 40-ын біреуге берді дейік. Мысалы, білгірге берді. Қаншауы қалды? Бұл жерде 85-ке 25 қосып аламын да. Одан 40-ты алып тастаймын. Бірінші амал қосу амалы болады. 85-ке 25 қосып аламын. Сонда тең 110 болады. Барлығы 110 ғой. Одан 40-ты алып тастаймын. Сонда 70 құрастырғыш қалады. Жауабы 70 дана қалады.
Келесі В есебі есептің шарты бойынша барлығы 500 дана құрастырғыш бар. Оны 4 қорапқа 120 данадан бөліп салды. Қаншауы қалды, яғни салынбаған қаншауы қалып кетеді. Ол үшін 500-ден азайту керек біз. 120-ға 4-ті көбейтіп. Бірінші амал көбейту болады. 120-ны 4-ке көбейтіп аламын. Сонда 480 болады. Ал екінші амал 500-ден 480-ді азайтып тастаймын. Сонда 20 дана құрастырғыш қалады. Жауабы 20 дана қалады. Келесі 7-ші есеп ұзындықтары 1 дециметр, 28 мм, 4 см, 5 мм болатын кесінділер сыз, ең ұзын кесінді, ең қысқа кесіндіден қаншаға ұзын екенін тап дейді. Бұл жерде 3 кесінді болады. Біреуі 1 дециметр. 1 дециметр дегеніміз бұл 10 сантиметрді білдіреді. Сызғышты алып, 10 сантиметрді өлшеп сызасыздар. Мысалға мынау менде 10 сантиметрді білдіреді. Енді 28 миллиметрді сызамын. Ал бұл дегеніміз 2 сантиметр 8 миллиметрді білдіреді. Оны сызып көрсетейін, яғни мынау бізде 2 сантиметр болды ма, ол 3 сантиметрге жетпей, осы жерден тоқтайды да 28 миллиметрді білдіреді, яғни 2 сантиметр 8 миллиметр. Келесі үшінші кесінді 4 сантиметр 5 миллиметр. Яғни бұл 4,5 сантиметрді білдіреді. Сызып көрейік. Мынау 4 сантиметр, оның жартысы жарты сантиметр. Міне, бізде 3 кесінді де сызылды, енді ең ұзынынан ең қысқасын азайтамыз. Ең ұзыны бізде 1 дециметр болып тұр, ал ең қысқасы 28 миллиметр болып тұр. Бір-бірінен азайтамыз. 100 миллиметр деп айналдырып аламыз, сонда 1 дециметрде 100 миллиметр бар. 100 миллиметрден азайтамын 28 миллиметрді. Сонда 72 миллиметр қалады. Келесі 8-ші есеп белгісі санды А әріпімен белгілеп, теңдеулер жаз және есепте. А есебі: егер белгісі санды 4 есе кемітетін болсақ дейді. Олай болса, А-ны 4-ке бөлеміз деген сөз 210 шығады. Тең 210. Осы теңдеуді шығару керек біз. А-ны анықтау үшін 210-ды 4-ке көбейтемін. Сонда А тең болады 840-қа. Енді орнына қойып тексереміз. А-ның орнына 840-ты қоямын, оны бөлемін 4-ке, сонда тең 210 болады. Теңдеудің екі жағы да 210 тең болады 210-ға. Келесі Ә есебі: егер белгісіз саннан 452-ні азайтсақ, онда 58 шығады дейді. Белгісіз сан А болады, одан 452-ні азайтсақ, 58 шығады. Енді А-ны анықтаймыз. Ол үшін 58-ге қосамын 452-ні. Сонда А тең болады 510. Орнына қоямыз. А-ның орнына 510-ды қоямын, одан азайтамын 452-ні. Сонда тең болады 58. Теңдеудің екі жағы да 58 тең болады 58-ге. Келесі 9-ші есеп кітап дүкенінде кітап сатып алу үшін Алмас, Кәмшат, Гаухар, Болат және Нұржан кезекке тұрды. Алмас Кәмшаттан бұрын, бірақ Нұржаннан кейін тұрды. Бірден жазайық. Бұл жерде әр адамның есімдерінің бас әріптері бойынша жазамыз. Алмас дегенді А демінде, Алмас Кәмшаттан бұрын тұрды, бірақ Нұржаннан кейін тұрды. Олай болса, Нұржан бірінші тұру керек. Енді Гаухар мен Нұржан қатар тұрған жоқ. Ал Болат Нұржанның да, Алмастың да, Гаухардың да қасында тұрған жоқ дейді.
Гаухар мен Нұржан қатар тұрған жоқ. Олай болса, Нұржанның қасында Гаухар тұрмайды. Мына жерде тұрмайды, иә? Ол Алмас пен Камшаттың ортасында тұруы мүмкін. Ал Болат Нұржанның да, Алмастың да, Гаухардың да қасында тұрған жоқ. Яғни, Алмастың да, Гаухардың да, Нұржанның да қасында тұрған жоқ дейді. Мына жерде тұрған жоқ. Олай болса, ол Камшаттан кейін тұр. Балалар кезекте қандай ретпен тұр? Жауабы: ең бірінші Нұржан тұр. Одан кейін Алмас тұр. Алмастан кейін Гаухар тұр. Гаухардан кейін Камшат тұр. Ең соңында Болат тұр. Міне, құрметті достар, менің бүгінгі сабағым аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.